Тарихи тұлғаның әрекеттері мен сөздері жайлы шындықты білудің ең жақсы тәсілдерінің бірі. Егер бір нәрсе дұрыс емес берілген болса, немесе жалған болса, оның жалғандығын ашып бере алатын, жақсы білетін, хабардар адамдарға ол туралы ақпараттың ұсынылғанын білу маңызды. Чикаго университетінің докторы Роберт Грант айтқандай, Інжіл жазылған кезде куәгерлер тірі болған және олардың куәліктерін толығымен есепке алмау мүмкін емес. Бұл ізгі хабарды өз негізінде сенім артуға лайық. Иса Мәсіхтің өмірі, өлімі мен қайта тірілуі туралы құжат ретінде қарастыруға болады дегенді білдіреді. Бірнеше жыл бұрын өмірден өтерден алдын әлемдегі ең мәртебелі қолжазбалар бойынша маман мұны бірнеше рет растағанмын. Ф.Ф. Брюс. Мінеки Брюс те дұшпандас болған куәгерлердің рөлі туралы айтып кеткен. Мен ұзын бір сөзді айтып кетем. Ол жайлы тек жай тыңдап немесе көз жүгіртіп қана қоймай, менімен бірге ой елегінен өткізгендеріңізді сұраймын. Доктор Брюс былай деп жазған: алғашқы уағыздаушылар тек жылы шырайлы куәгерлермен ғана жұмыс жасаған жоқ. Арам ойлы, басқа адамдар да болды. Және де Исаның өмірі мен өлімі туралы жағдайлар оларға өте жақсы белгілі болатын. Шәкірттер деректерді, яғни Исаның сөздері мен әрекеттерін саналы түрде бұрмалау тұрмасын, тіпті шалыстық жіберулеріне өздеріне ерік бермеген. Оларды сол сәтте әшкерелейтін адамдар дайын тұрған. Керісінше, алғашқы уағыздардың сенімділігі елшілер тыңдармандардың хабардар болғандығына сүйенгендігі көрініп тұр. Олар біз куәгер болдық деп қана айтпай, сонымен қатар сендердің өздерің де білетіндей деп айтады. Егер олар қандай да бір деректерде шындықтан ауытқитын болса, онда дұшпандас куәгерлердің бар болуы әрдайым деректерді айқындауға көмегін тигізетін. Егер сіз шындықты ашқыңыз келсе, бұдан анық мән-мәтінді талап ету мүмкін емес. Яғни, Исаның айтқан сөздері мен жасағандарын білетін қарсылас адамдарға бұл ұсынылған болса, сондай-ақ егер шәкірттері оның сөздері мен істерін бұрмалаған болса, онда қарсыластары бірден оларды түзеткен болар еді.